Жоқ, дұрыс ойнамайсың. Можно? Олай емес. Көрсетейін мені. Афарин, Қайрат әфенді, афарин. Осылай ойнайды. Демек, құрметті тамашашылар, бізде қонақта Қазақстаннан келген мұхтарам қонақларыбыз. Міне әлігіне сізге домбырада ойнап көрсеткен қонағыбыз Қайрат әфенді Камалов. Ол Қазақстан Республикасының ат қазанған сәнғат ішіліклесі, һәм бұл күнерде Қазанда фестиваль қонағы. Һәм Сансызбай Бекболатов Қазақстандағы Сайфуллин есімдегі Қарағанда Қазақ драма театрының директоры. Исәмсіз, қош келдіңіз. Шыллапта қош келдіңіз. Біз сізге бек шат. Міне мұнда біздің студияға келуіңізге зор рахмет. Нешік Қазанда, Татарстанда бірінші тапқырмысыз? Бұл Қарағанды театрының бірінші сапар. Фестивальға қатысу, фестиваль әрқашанда майрам ғой. Бұл майрамға ең таңдаулы театрлар келеді. Бұл соның ішіне қатысу біздің қазақ театры үшін өте қуанышты. Мерекеге келдік, майрамға келдік. Бұл қазан, таттар мен қазақ өте бір туған. Түрк тілдес халқының түбірі, тілі, отаны ол Қазақстан. Сондықтан біз сіздерге келгенімізге өте қуаныштымыз. Көп рахмет айтамыз. Себебі Қазан деген өте әдемі қала. Алматы білен Астанада бик мотор, бізден де қонақта болғанымыз бар. Алматыда бик мотор. Бірақ Қазанның тарихы өте терең. Тарихы терең. Мың ел. Бұл қазақтың зиялы өте үлкен жазушылары, үлкен ағартушылары осы Қазан қаласында баяғыда оқыған, осы жерде кітап шығарған, осы жерде журнал ашқан. Сондықтан білім жағынан да терең, мәдениеті терең, өте көне халық, 1000 жылдық тарих. Бұл Қазан біз үшін өте қымбат, ыстық. Бұл фестиваль нешік қалып өттіңіз, нешік давам ете хистеріңіз? Бұл жаңа Сансызбай айтып кетті ғой. Бұл фестивальдің жөні бөлек. Өте терең фестиваль, өте беделді. Енді халықаралық фестивальға біз қатысуымыз, оның ішінде Қазанда өткен фестивальға қатысуымыз біз үшін үлкен мәртебе. Бұл фестивальдің ерекшелігі, мұнда қарап отырсақ, кеше біздің ыңғай туысқан халықтардың көбі келген. Бұрын біз көрмей жүрген олар өз жерінде еңбек етіп жатыр. Біз өз жерімізден солардың бәрінің басын қосқан. Тәжірибе ортақлашасыз. Тәжірибе алмасып, олар бізді көрген, олар қызық оларға. Біз оларды көріп қандай қызық. Біз олардан көп нәрсе. Өзіңізді көрсетесіз, һәм башқаларына қарайсыз. Өзімізді бізден олар алып жатыр, үйреніп жатыр. Біз олардан көп нәрсе үйреніп жатырмыз. Бұл өте тамаша болды. Оның үстінде фестивальдің ұйымдастыруы барлығы бізге өте қатынады. Барлығы анау пойыздан келіп тоқтағаннан бастап бізді қалай алып келіп, барлығы өзі тамаша ұйымдастырылған, бізге өте қаттына батыр ұйымдастыру жағы. Фестивальдің мәні өте зор. Біз көп достар тауып батырмыз, туысқандарымыз тауып батырмыз. Осында келген жаңағы түркі халықтардың театрларының барлығы, біз бәріміз туысқан екенбіз. Міне шынлапта сөзіңізді әр бірсін аңлап отырабыз, түркі халықтар бір-бірсін аңлай демек, олар дос һәм туған. Туысқан, оларға переводчиктің керегі жоқ. Осылай тіке сөйлесе беретін, бәріміз тіліміз бір туысқан, бәріміз өнерімізді бір-бірімізбен көріп жатқанымыз, бұл фестивальдің ерекше бір керемет жағдайы мен үшін. Міне фестивальға сіз классик, драматург, қазақ язушысы Махмұт Әуізнің Қарагөз ме? Қазақшанчик Қарагөз деген спектаклін алып келдіңіз. Енді тамашашыларының бүтінісін бүгін шушы қазақ спектакліне шақырабыз біріншіден. Екіншіден, сізден де қатынашасыз ма, Қайрат әфенді? Мен қатынасамын. Мен онда жаңағы ең басты кейіпкер бар ғой, енді соның әкесін ойнайын. Құда боласың. Құда ғой, үлкен құда. Қазақ пен татар халқы өзі бір-біріне құда ғой. Біздің Қарағандыда татар диаспорасы өте үлкен. Сондықтан да қазақ елі мен татар елінің туыстығы, құдалығы бірлесіп кеткен, тереңге кеткен. Сондықтан мынау Қарагөз дейтін Мұхтар Әуезовтің спектаклі бұл қазақтың дәстүрі, қазақтың тұрмысы, қазақтың салты. Бұл жерде Қарагөз деген әдемі қыз бір ауылдан сырым жігітке ғашық болады бір-біріне. Қазақтың дәстүрінде 7 атаға дейін қыз алып, қыз беріспейді. Бұлар 6 атада қыз алып, соған бүткіл
тәртіптің, салттың, дәстүрдің қалай болған. Сондықтан да қазақ елі сақталып қалған. Сол дәстүрді бүгінгі күнде жастарға жеткізуіміз керек, сол дәстүрді ары қарай алып баруымыз керек. Бұл алдымыздағы тұрған ең бірінші үлкен мәселе. Бүгінгі күнде жастарымыз әртүрлі бағытта, әртүрлі сезімде, әртүрлі оқиғаға душар болады. Еліміздің болашағын сақтап қалу үшін мынандай драматургия өте керек. Қазақтың жалпы түрік тілдес халықтардың салты дәстүрі бірдей ғой. Үлкенді сыйлау, басқа да көптеген әдемі салттары бар. Әлбәттә, менә шу театрның яшьләрне тәрбияләүдә роле искиткеч зур. Өте жоғары. Аларга шундый бул, мындай бул дип әйтүгә караганда бер спектакль уйнап Көрсету бұл Өте үлкен тамаша. Сансызбай әфәнде, дұрыс аңласам, сіздің театр бұл іш білән шүғылләну, яшьләрін тәрбиялеу білән кем дегенде 75 жыл шүғылләнә екен. Қазір 80 Енді қазірде тағында артқан әлбәттә кетіп бұл. Қазір 80 жыл. Енді 80 ел. 83-ші маусым биыл сезон. 75 жылдық юбилейға шыққан бұл. Мұнысы 75 жыл. Енді қазір 80 жылға мынау жаңа біздің театрдың мінекей көрсеңіздер, біздің қазіргі бүгінгі салынған театрымыздың осында үлкен қазақ театрында осында үлкен театр салынған. Бұл Қарағандыда Бұл Қарағандыда 240 штаты бар оның ішінде. Кіші ереймі Сансызбай әфәнді? Кіші келемі? Барайлармы? Біз сіздерде қонаққа келетін болса, осы жерде сіздің театрлар қонаққа келетін болса, бізде сіздерді қуанышпен қарсы алады. Біздің өзіміздің Қазақстанның президенті осы театрдың алғашқы бірінші кірпішін қалаған. Негізін салған. Сондықтан да қазір бүгінгі күнде Қазақстанның гүлденіп жатыр ғой, жақсарып күннен күнге. Тікелей осы біздің президентіміздің өзінің араласуымен үлкен сондай дүниелер салды. Өнерге үлкен жанашырлық мән береді, жанашырлық жасайды, үлкен Сансызбай әфәнде, неше көйлесіз? Әгер татар драма театрлары Қазақстанға барса, тамашашы жей алыр еді ме? Бізде көп. Сіздер татар театры Қазақстанға келетіғын болса, мысалы біздің Қарағанды қаласында, бізде татар диаспорасы өте көп. Демек шақырасыз енді әйме? Онда шақырып атырмыз біз. Араласу шаруаларын қазір жүн қолға аламыз. Себебі біздің қазақ театрлары сіздердің драматургтар Боляковтың, мен өлеңнің көп қойылымдар, спектакль ойналады бізде театрда. Менә бик күп яшьләр сездә укыйлармы? Кайдан укып киләләр? Театр училищелары бармы республикада? Бізде Қазақстанда, Астанада, Алматыда академия бар. Одан кейін біз Сәнгать академиясы. Театр жөнінде біз Москвадан да оқу алмасу бар. Ол жақта да оқиды, Шепкинде, бұрын сіздер білесіздер, Шепкин училищесінде оқып келіп атқандар бар. Қазір бүгін күнде де Россиямен қарым-қатынасымыз өте. Сонан кейін біздің Қазақстанның өзінде Алматыда Жүргенов атындағы өнер академиясы бар. Актерлар дайындайды. Онан кейін Астанада Күләш Байсейітов атындағы академияда ол жерде де дайындайды. Демек кадрларға қытлық жоқ Қарағанды театрында. Кадрларға бүгінгі күнде барлық мәселе шешілген қазақ театрында. Қазақ театрының өзінің жастарға салынған театрдың ішінде өздерінің үйлері бар. Менә монда бик матур Караганда дип язылган сувенир бар. Бу инде сезнең шәһәрнең символыдыр, әйме? Иә, символ. Моны инде сез мөгаен Тинчурин театрына бүләк алып килгәнсез. Жоқ, ол сіздерге бұл. Тинчурин театрға, сіздің телевиденияға, сіздермен кездескеніміздің символы болсын, достығымыздың символы болсын деп бұның барлығын сіздерге келдік. Қарағанды менен Инде моңа караган сайын Карагандадан килгән егетләрне искә төшерәбез. Сансызбай белән Кайратны. Бик зур рәхмәт сезгә. Менә шундый күрешергә насип булсын әлбәттә. Килеп, күрешеп, барып, йөришеп яшик. Инде кушлашыр алдыннан Кайрат әфәнде, сез бит безгә бүләк итәсегез бер әсәр әйтәгез. Әрине, без енді мына домбыраны бекер әкелгенбіз жоқ қой. Бұл домбыра Қазақтың ұлттық жаңағы аспабы, өнер аспабы. Сондықтан бұл жерге келгеннен кейін осының дауысын бір естіп, бір ауыз ән айтып кетейік енді достарға. Корла
табиғат берген екен күн мен айын, мұратқа іздеген жан бәрі жеткен. Дариға-ай, арманым көп, не қылайын. Ахахау арман, құсыни ғорлам, екеу-ау туған екен бір анадан. Бозбалау қалмақ апа, бұл жалғандан жігіттің арманы жоқ, сүйген далғаны. Афарин Қайрат әфәнді, афарин. Рахмет. Қазақ далаларына барып, бүркітлерінің ішқанын көрген кебек болдық. Рахмет сізге. Ой, рахмет. Енді сізге шын көңілден оңышлар тілейбіз. Тағын бізге қонаққа келегіз. Барлық тамашашыларына бүгін сағат 7-ші ортада Кәрим Тинчурин исеміндегі драма һәм комедия театрына Қазақстанның Қарағанда шәһәрінің спектаклін қарарға шақырабыз. Ол Мөхмет әуізінің, Мұхтар әуізінің Қаракөз спектаклі. Һәм енді күтіп қалабыз тамашашыларына. Сіздерге де көптен көп рахмет. Рахмет.